Барлықтарыңызға сәлем. Бұл Қазалы аудандағы алғашқы YouTube подкаст «Мың бір кәсіп». Бүгін біз Қазалы аудандағы Logoland балаларды дамыту орталығында қонақтамыз. Және бүгінгі кейіпкер біздің Маржан Жарасқызы, осы орталықтың негізін қалаушысы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді біздің подкастта жалпы енді алғашқы сұрақтар деп айта берейін. Маржан логопед деген кім? Сол туралы өзіңіз, мамандығыңыз, жеке өміріңіз туралы айтып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мың бір кәсіп YouTube каналының оқырмандары. Менің есімім Маржан Жарасқызы. Мен 27 жастамын және қазіргі таңда тұрмыстамын. Мен өзіме келетін болсам, мен отбасында екінші баламын. Менен үлкен тәтем бар және менен кейін екі інім бар. 2002 жылы, сонау 2002 жылы біздің отбасыда үлкен трагедия болды. Менің інім, менен кейінгі інім қатар өстік та, екеуміздің арамыз бір жас қана. Менен кейінгі інім ойнап жүріп басынан травма алды. Үйде көрші бала басынан тас лақтырып, ол тас баланың қара құсына тиген ғой. Содан бала ауырып келіп үйге, басым ауырып тұр, мен басым айналып тұр деп келді. Біз мән бермей оны жатқызып демалдырдық. Демалып алшы, сен көп ойнап қойған боларсың деп. Басында мән бермеді. Сосын шамалы 1-2 сағат өткеннен кейін барып, мен өзі 6 жастан мектепке енді барған кезім. Жаңа ініңіз ол кезде 5 жаста, мен 1 жас кіші. 2 сағаттан кейін аты Қанат болатын. Қанат десек тұрмайды бала. Оянбайды, дым сөз қайтармайды, жауап қайтармайды. Қасына барсақ көзі ашықтақ. Қандай басқа сияқты, бала. Сол кезде қорқып кетіп бірден скорый шақырдық. Скорый алып кетті да операция жасаған болатын. Нәтижесінде бала сөйлей алмай қалды. Кейіннен 1 жылдан кейін балада судорога, яғни эпилепсия пайда болды. Мен ойлаймын, бірақ сол кездері мен көршінің баласынан ғана көріп, ол баланы жек көріп, сондай болған біздің отбасымыз. Ол нәрсе барлық отбасыға да оңай нәрсе емес қой. Бірақ кейін есейе келе, мысалға бала тас лақтырды ғой қара құсына. Бірақ осы салаға інім арқылы келдім. Өйткені ініме үйден оқытатын осындай логопед дефектолог мамандары келетін. Соларды көріп жүріп, жағынан ініме де көмектескім келді. Қызыға бастадым осы салаға. Сол уақытта осы Қазалда болды ма сонда дефектология? Дефектологтар ол уақыттары мектепте, балабақшада болған жоқ. Тек ауданда осылай үйден оқытылатын балаларға ғана баратын тұғым. Дефектолог мамандар. Көбіне тяжелый балаларға барады. Сол арқылы естідім да, осыған түстім, осы салаға. Енді қазіргі таңда сол үшін де ата-аналарға консультация барысында мен жан-жақты ақпараттар беруге тырысамын. Жалғыз логопедия, дефектология саласынан емес, өткен басқа да денсаулық саласынан болсын, ол салаларда өзімнің білімімді толықтырдым. Өйткені жалғыз сөйлемейтін балада жалғыз ол тілге ғана қатысты емес қой. Ода ар жағында басқа да бұзылыстар болуы мүмкін. Кейде біздің ғана логопед дефектологтардың ғана шамасы келмей жататын диагноздар болады. Яғни медициналық көмектер қажет ететін диагноздар болады. Сондай кездерде ата-ананы жол сілтеу керек та ата-анаға. Біз енді мынаған көмектесе алмаймыз, сізге медицинаға бару керек деген сияқты ма? Көмектесе аламыз, бірақ комплексно жұмыс жасау керек. Сіз бірінші нәтижеге жету үшін екі жақты жұмыс істеу керек. Менің ғана жұмысымен ол нәтиже аз болады да, ұзақ уақыт алады. Осы Logoland орталығы осы Қазалы ауданында халыққа жалпы қандай пайдалы дүниелер ұсынып отыр? Біздің негізі Logoland дамыту орталығымыздың ашылғанына 1 жыл болды. Бірақ мен оған дейін еңбек жолымды балабақшадан бастадым. Балабақшада тәжірибе жинақтадым. Осы Қазалда, Рауан балабақшасында жұмыс жасадым. Осы уақытқа дейін, кешегі жылдың декабрь айына дейін жұмыс жасадым. Ол жақта тәжірибе жинақтай бастадым. Кейін, бірақ енді ол кезде жастықпен ба, мен ол жерге өзімді, ол жерден басқа жерге лайықты санадым да. Ойым болып тұрды, өйткені мен көп ақша алғым келді ол кезде. Ол кезде менің мақсатым көп ақша тұғын, жасыратын дүние емес. Өйткені айлық аз, өздеріңіз де білесіздер, садиктегі. Сөйтіп мектептерге ұрына бастадым. Мектепте бірінші
неден құлап қалдым. Сонда мектепке тұрар алдында бір емтихандар болады, иә? Емтихандар. Содан біріншінде құлап қалдым, екінші тапсырғанымда уақытша деді, қабылдаймын деді, бірақ уақытша деді. Өтіп тұрдым да, бірақ уақытша болғасымен келіспедім. Практика сияқты өтіп иә, келіспедім. Одан кейін үшіншісі болды. Одан тоже қанша адамның ішінен 2 адам өттік та. Собеседованияға келген кезде собеседование енді болады, әлі болған жоқ та, бірақ жаңағы бала через таныстар арқылы мен уже сөйлесіп болғанмын дейді ғой, сол мектеппен. Сөйтіп өз-өзімді кінәладым, неге мен жолым болмайды деген сияқты дүниелер болды. Сізге одан да үлкен нәрсе бұйырып тұр ғой ар жағында. Ол кезде енді кабинет, орталық деген ойымда болған жоқ. Просто жақсы жерге жұмысқа тұру болды. Кейін барып уже мен өзімді бағаламағандай сезіне бастадым да. Неге мен кімнен кеммін? Мен өзімді доказать етемін әлі. Өз еңбегіммен бәріне жетемін деген сияқты мотивация болды менде. Мен істей алмадым ғой, қойшы деп тастап кетпей, ары қарай жаңағы қалай шыңдалып, иә? Ары қарай өз-өзімді тастап кетпей, наоборот, жеке жетемін сол нәрсеге. Басқа біреудің көмегінсіз деген сияқты болды. Сөйтіп, ата-аналардан, как раз садиктің ата-аналарынан ұсыныс түскен, бұл кезде енді 2-3 ата-ана ұсыныс түсті. Рисковать етіп, оларды жеке балабақшада қабылдай бастадым. Бастығым келісіп, қабылдай бастадым. Солай балалар саны көбейді. Жеке кабинетке шықтым. Жарты мезгіл садикте, жарты мезгіл жеке балаларды қабылдадым кабинетінде. Кабинетте 2-3 жылдай жүрдім жеке өзім. Сол балабақшаның ішінде, иә? Балабақшада 1 жылдай, одан бөлек 2 жылдай жеке кабинет басқа жерде жүрдім. Содан кейін менде уже балалар маған деген сұраныс, менің жұмысыма деген сұраныс көбейе бастады да. Очередьте, кезекте біраз бала жиналып қалды. Консультация алады, бірақ мен сіздерді очередьке қоямын деп айтамын да, ата-аналарға, өйткені уақыт жоқ қой. Мен бәріне жете алмадым, уақытым жетпеді, ресурсым да жетпеді бұл жағынан. Содан кейін барып ойлана бастадым. Неге маған орталық ашпасқа? Неге маған команда жинамасқа? Иә, сұраныс бар. Неге маған команда жинамасқа? Неге мен осындай команда жинақтап, неге оларды үйретпеймін осы салаға? Енді менде қорқыныш болды да, ол маман қандай, білімі қандай, енді платно болғандықтан оған нәтиже керек қой бізге. Әркімді ала бермейсің. Сол үшін мен барлығын обучениеде өткізуім керек болды. Өзіме сенімді болу үшін. Жаңағы жұмысшыларыңызды, иә, команданы? Иә, басында базовый нелердің барлығын, осы салаға қатысушылардың барлығын өзім үйреттім. Одан кейін бар, өздері жеке курстар алып, ол кісілердің сонда білімі бар, иә? Білімі бар, иә, бірақ тәжірибе аздау болды басында кішкене. Өйткені олар жеке қабылдап бастамаған ғой оған дейін. Қазір қанша жұмысшы бар сонда? Қазір менен бөлек 5 жұмысшы бар. Менен 6. Солай Logoland дамыту орталығы ашылды. Қазір бізде АФК, сенсорлы интеграция, логопед-дефектолог, балалар массажы. Осындай қызмет түрлері бар. Қазір енді сөйлеуі кеш дамып жатқан балалар көбейіп жатыр, иә? Солардың ата-анасына енді 3 жасқа дейін күтуге кеңес бересіз бе, қалай, немесе мектеп жасына дейінгі балалары бар ата-анаға қандай кеңес бересіз? Бұрынырақта біздер, яғни мамандар, мамандарға жүгіну үшін 3 жасқа дейін, 3 жасқа толуын күтетінбіз. Ал қазір диагноздар уже бұрынғыдай емес, қазір диагноздар более күрделеніп кеткен. Сондықтан да ата-аналарға айтарым, 3 жасты толуын күтудің қажеті жоқ. Егер баланың қандай да бір бұзылысты анықтап тұрсаңыз, дер кезінде тиісті мамандарға жүгінгеніңіз жөн. Және де мектеп жасына дейінгі балалары бар ата-аналарға айтар кеңесім, кез келген ата-ана сауатты болу керек. Бала деген сол Алладан берілген аманат. Сіз оны қаладыңыз, жараттыңыз, бірақ ары қарайғы дамыту ол әрбір ата-ананың міндеті, жауапкершілігі. Тиісті білімді, тамақты, таза киімді, тағы не деп айтамыз, денсаулықты беруге сіз ата-ана жауаптысыз балаға. Сондықтан да баланың ең бірінші айтатын кеңесім,
бала туылғаннан кейін бізде мынандай нәрсе бар да, любой жаратылыс тіршілік иесінде антогенез деген нәрсе бар. Сол антогенез бойынша баланың дамуын, не дейміз, моторлық дамуын, қозғалыстарын, сөйлеу тілінің дамуын, ойлауының дамуын норма бойынша жасына сай қадағалап отыру керек. Сол кезде ғана сіз баланың қалай дамып жатқанын анықтай аласыз, және де бұзылысын да сол кездері анықтай аласыз. Енді балаларда болады, сөйлемді толық айтпайтын, немесе буындардың арасын ауыстырып сөйлейтін, жалпы енді сөйлеу бұзылысының жеңіл түрі бар балаларға қандай әрекеттер жасау керек? Қандай жұмыстар жасау керек? Сұрағыңыз түсінікті. Негізі сөйлей алмайтын балаларда, сөйлей алмайды деп жалпы түрде айтамыз ғой, бірақ әрқайсысында әртүрлі себеп болуы мүмкін. Деңгейі де әртүрлі. Деңгейі де әртүрлі болуы мүмкін. Әрқайсында әртүрлі бұзылыс болады. Оны анықтау үшін барлығы енді индивидуальны ғой, жеке баланы алдымен консультацияға келу керек. Консультацияда баланың мысалға бірнеше себептер, тонусы төмен болуы мүмкін, артикуляциялық аппараттарының, тілінің тонусы төмен. Ол кезде логомассажды тағайындаймыз. Либо кейбір балаларда тонус қалыпты болады, бірақ дыханиемен проблема болуы мүмкін, тыныс алумен, артикуляциялық әр дыбыстың өзінің артикуляциялық қалпы болады, сол нәрселерді орындай алмауы мүмкін. Кейбір дыбыстар болмауы мүмкін. Мысалы, жаңа буындарды алмастырып, дыбыстарды алмастырып айтатын балаларда естіп қабылдауында, фонетикалық, фонематикалық естіп қабылдауында бұзылыс болуы мүмкін. Сондықтан енді мынадай деп айту қиын. Әр баланы жеке диагностика барысында консультация өткізіп, сосын барып жеке түзету маршруты құрылады. Келесі сұрақ, енді қазіргі ата-аналардың жіберетін үш қателігі қандай? Біріншіден, қазір көбейіп кеткен осы нәрсе, балаға ата-ана тарапынан гиперопека, яғни шамадан тыс көңіл бөлушілік. Сондай болған жағдайда, немесе керісінше гипоопека, шамадан тыс көңіл бөлмеу. Соның салдарынан да балада сөйлеу тілінің дамуы кешеуілдейді. Бірінші қателік ата-аналардан, екінші қателік дер кезінде тиісті маманға жүгінбеу. Өйткені көбісі кеш жүгініп жатады, күтіп жүреді да мектепке барғанын. Одан кейінгі үшінші қателігіміз, мысалға біздің ауданда деп айтайын, енді қалаларда ондай болмауы мүмкін. Ата-аналарда кішкене сауаттылық аздау. Бәрі емес, бірақ бәріне сөзін тиіп кетпесін. Бәрі емес, көбісінде азда, сауаттылық болмағасын әркім сөзіне еріп кетеді ата-аналар. Біз қаншалықты шырылдап айта берейік, өзі барып, көзімен көріп, қолмен ұстамайды, анау айтты, мынау айтты деп еріп кететін. Мына дүние деген күшті әсер етіп жатыр екен баланың сөйлеуіне. Ана аппарат деген күшті, ана укол. Оның жаңа баласының диагнозы әркімдікі индивидуальный. Сәйкес келмеуі мүмкін ол нәрсе. Либо ол нәрсе вредно болуы мүмкін, бірақ маркетингтен өршіп тұрған заман ғой. Ол нәрсенің рекламасы күшті болады да, бірақ побочный эффекттері болуы мүмкін деген сияқты. Сол үшін әр мама, әр ата-ана сауатты болу керек. Келесі сұрақ, бізде 3 жасқа дейінгі балалардың сөздік қоры енді қанша болуы керек жоқ? Негізі 3 жасқа дейінгі баланың сөздік қоры шамамен 800-1500 сөзден тұру керек. Бала 2-3 сөзден тұратын, қарапайым 2-3 сөзден тұратын сөз тіркестерін байланыстыра алу керек. Сөйлемді айта алу керек, Мысалғы, мен дала шығам. Жұрнақ жалғау болмауы да мүмкін. Бірақ мен дала шығам, өз ойын осылай жеткізе алу керек бала. Мен доп ойнаймын деген сияқты. Осындай болу керек. Келесі сұрақ, енді қазақта енді жалпы ырым көп қой. Соның ішінде мысалы бала кеш сөйлеп жатса, айнаға қараған, немесе ана бір жаңа қойдың ішегімен қалай байлайды, сондайлар шығып жатыр. Жалпы енді сөйлеп кетеді, қорғасын, соған қалай қарайсыз, ол дұрыс па? Бірақ қазір әкесіне ұқсаған кеш сөйлейді, көршінің баласы осындай жаста сөйлейді деп күтіп жүретін заман емес қой. Енді ырымның да ырымы бар, бірақ енді қазақ аталарымыз біраз ырымдары
өзім де қолданамын ырымдарын. Мгм. Бірақ бұл салаға келгенде мен ол нәрсеге кішкене сеніңкіремеймін. Сөйлеу тіліне келген кезде, өйткені ол ырымдардың барлығында мен өзімнің отбасымда көргенім, қолданғаным. Сіздің Өйткені менің ата-анамда мәжбүр болғандықтан сол нәрселердің барлығын сеніп орындаған болатын кезінде. Бірақ одан нәтиже болған жоқ. Сол себептен енді әр адамның қанша адам бар, сонша пікір болады дейді ғой. Мүмкін кейбіреулер сенуі мүмкін. Енді мен әркімнің ойын бұзғым келмейді, өзгерткім келмейді. Менің өз басым, өзім ондайға сенбеймін. Бірақ басқа ырымдарды өзім күнделікті өмірде қолданамын. Келесі сұрақ. Кеңес үкіметі кезіндегі балалар мен қазіргі балалардың айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Осы сұрақ күшті сұрақ. Кеңес үкіметі мен қазіргі балалар бұрынғы үйдегі көбіне ата-енелері, ата-әжелері ғой. Кеңес үкіметі кезіндегі адамдар қазіргі балалардың дамуына сәл кедергі жасайтын осы кісілер негізінен. Олар да білмей жасауы мүмкін ғой, бірақ түсіну керек та, оларда бұрынғы заман, ол бұрынғы заман. Қазір бөлек. Бұрында мысалы кеңес үкіметі кезінде балалар, любой адам, бала өз-өзін сама инстинкті түрде дамытты, білмей дамытты. Ол кезде мысалғы балалар далада ойнады, құмда аунады, балшықпен ойнады, құммен неше түрлі үйлерді салып ойнады, скакалкамен секірді, тағы не бар, галк ойнады, секіріп. Галкың өзі де бойынша қарапайым болғанымен оған өзіне логика керек қой. Соны сіздер қазір қолданып жатсыздар, кешесіздің сол нәрсені біз методика ретінде. Қазір көбіне телефон ұстап отқаннан кейін сондай ойындар жетіспейді. Соны айтқым келген. Солай дамытты да өз-өздерін, мысалы сүйек мүжіді олар. Өйткені қазіргідей менің кезімнің өзінде, кішкентай кезімнің өзінде мұндай неше түрлі выбор болған жоқ, тәттілерге келгенде. Бізге кіттай конфет көрсек, ол бізге пир болатын. Әжеміздің бір неден қайтқан күтетін тұғымыз, қонақтан келген. Ал қазіргілердің барлығы дайында, қазіргілердің алдында. Бірақ енді қазіргі балалардың да кінәлаудың қажеті жоқ. Заман сондай болып тұр ғой. Заман сондай, өйткені оларда қазір тежеуіштер көп қой. Балаларда дамуына кедергілер көп. Олар мысалы цифровой шумдар, телевизорды қосып қойып, бажылатып қосып қойып отыр, тамақ жейді, сотқа көріп отыр, тамақ жейді. Сосын құнарлы айта беріңіз. Жаңа телефонды көріп отырады, тамақ жейтін балаларға сіңбейді ғой дұрыс. Ол қате, оны негізі жасатпау керек қой ата-аналарға. Бір жағынан тамақ сіңбейді, екінші жағынан бала мысалға біз былай сабақ жазып отырсақ, мына жақта мамамыздың сөйлеп жатқанын естіп біліп отырамыз да. Мына жақта біреу бізге мысалға Маржан, анау сондай емес па деген сияқты сұрақ болса, оныға жауап беріп барлығын бір моментте успевать етіп отырамыз. Ал ол балалар, қазіргі телефонға телмірген балалар, ондай нәрсе жоқ. Атын айтсаң да кейде қарамайды ғой. Балаларда сондай. Өйткені олар бір моментте бірнеше нәрсені қамти алмайды. Қабылдай алмайды. Өйткені қазіргі көретін мультиктердің өзі, байқасаңыз, бұрынғы заманда мультиктер цветтері қатты не емес, яркий емес, и сюжеттер бірден ауыспайды ғой, жай мультиктер. Ал қазіргі мультиктерде бір секундта 2-3 кадр, 2-3 ракурстан алады да, и ол нәрсе баланың жүйке жүйесіне әсер етеді ғой. Содан бала гиперактивный или мазасыз, агрессивный сондай болады. Одан бөлек қазір тамақ та құнарсыз, ауа райы да құнарсыз. Қазір 100% денсаулығы жақсы адам жоқ, бала да жоқ, ана да жоқ. Естественно, ондай аналардан 100% здоровый бала туылмайды. Сондықтан да любой ата-ана осознанно жоспарлау керек жүктілікті. Бірінші өзінің денсаулығын дұрыстап алғанда ғана сау бала туылады. Одан кейін жаңағы телефондарды шектеу, тамақты дұрыс тамақтандыру, правильное питание. Сосын режим сақтау. Жаңа сотқа көрген балаларда режим жоқ қой. Күні түнімен көріп отыра береді. Енді Маржан логопедтің топ 3 киносы немесе кітабы бар ма? Мен негізі бұрынырақта көбірек кітап оқитынмын. Сатып алып оқығанды ұнататын тұғым.
чем біреуден алғанша неге барғанша деген сияқты коллекция болатын кішкене. Ал қазір уақыттың тығыздығына байланысты көп біраз болды өтірік айтпай ақ қой кітап оқымағалы. Өзімнің салама қатысты оқуым мүмкін, оқимын оны, бірақ басқа нелерді оқымаймын уақыттың тығыздығына байланысты. Ал сүйікті кітаптарыма келетін болсам, бұл Дэниел Киздің «Цветы для Эльджернона» деген кітап бар. Сол ұнайды өзіме. Сосын Луиза Хейдің «Мудрость с женщиной», сосын Сара Джон «Последняя камелия» деген болу керек аты. Сол кітаптар соңғы рет өзіме ұнап, біразға дейін ойымнан кетпеген болады. Жақсы. Келесі енді жалпы сіздің 24 сағатыңыз деп айтайын ба, иә? Жалпы уақытыңыз күнделікті қалай өтеді? Мәселен, менің 24-те 7 сағатым осы орталығында өтеді. Менде жеке кейде өзімнің отбасыма да уақыт жетпей қалады. Азаннан таңертеңнен түске дейін осы орталықтамын. Түсте 1-2 сағат уақытым бар, оған ағасып үйге барып обед беремін күйеуіме. Қайттан келемін да түстен кешке дейін арасында бос уақыттарым болса консультация өткіземін да. Кешкі 8-ге дейін көбіне осы жақтамын, орталықтамын. Енді сіздің жұмысыңыз үлкен жауапкершілікті талап етеді. Осы уақытта бір шаршаған уақыттарыңызда мотивацияны қайдан аласыз? Кез келген адам сияқты менде де эмоциональное выгорание, стресс жиі болып тұрады, өтірік айтпай қояйын. Өйткені тяжелый балалар көп келеді да бізге, олармен энергия алмасасың, олармен қабылдайсың, сен барлық энергияны бересің да. И кешке қарай көбіне сөйлеуге де артық қиналып жатамыз. Сондай кездері соңғы уақытта түсініп жүрмін сондай состояниеде жүргенімді. Өйткені өзінің орталығың болғасын, оны ары қарай дамытуым керек, біраз балаға нәтиже шығаруым керек деген сияқты ответственность қой енді ол да. Сондай нәрсемен сондай жағдайлар болып тұр. И маған көбіне энергия беретін, сондай кездері маған көмектесетін ол басқа қалаға кетіп қалып, демалу. Жалпы саяхаттаған кезде демаласыз? Әдемі жерлерді көрген кезде, әсіресе тауларда жаным тынышталады. Одан бөлек енді ауылда мен көбіне караокеге барғаннан ұнатамын. Бәрін даусым жоқ болса да энергияны шығарамын, әнмен шығарамын. Қалғандардың бәріне придется тыңдауға соны тыңдаңдар деймін ғой. Так, келесі сұрақ. Жалпы хоббиіңіз бар ма? Қандай? Шынымды айтсам, жаңа айтып өттім ғой, графиктің тығыздығына байланысты уақытта аздау. Көбіне хоббиге де уақыт жете бермейді, бірақ если уақытым болып жатса, мен кино, сериал көргенді ұнатамын. Осы Logoland логопед орталығы туралы жалпы толық ақпарат айтып жіберсеңіз, адресі қандай Инстаграм арқылы табады сізді? Құрметті ата-аналар, балақайлар, сіздерді Мұстафа Шоқаев көшесіндегі, енді көбісі кинорум деп танып жатады ғой, кинорумның қасындағы Logoland логопедиялық балаларды дамыту орталығының есігі сіздер үшін және сіздердің балаларыңыз үшін үнемі ашық екенін айтамын. Және де сіздер қандай да бір балаңыздан бұзылысты байқасаңыз, дереу бізге жүгінгеніңіз жөн. Біздің инста парақшамыз логопед нижний пробел қазалы деп жазылып тұрады. Сол жерге кіріп, кез келген мағлұматты таба аласыздар. Енді бізде соңғы сұрақ, жалпы біздің канал енді жаңадан ашылып жатыр, иә? Осыған бір баға беріп кетсеңіз, немесе бір сын пікірлеріңіз бар ма? Негізінен мен қуанамын да ауылда жаңашыл жастардың дамып келе жатқанына. Өйткені бұрынғыдай емес, қазір бос жүретін заман емес та. Қазір заманның ағымына сай өз-өзіңді дамытып отырмасаң болмайды. Сондықтан да сіздердің 1001 кәсіп YouTube каналының ашылғанына өзім өте қуандым. Постоянно керек кезде қолдауымды білдіруге тырысамын. Әрі қарай дами беріңіздер, өрлей беріңіздер, подписчиктеріңіз көп болсын. Біраз аудандағы кәсіптің дамуына септіктеріңізді тигізіп жатқандарыңыз, ол үлкен жетістік қой сіздер үшін. Сондықтан да мен сіздерге алғыстан басқа ештеңе айта алмаймын. Өрлей беріңіздер, дами беріңіздер, сәттілік.
Жақсы, енді сіздің кәсібіңізге жалпы береке тілейміз, нәтиже тілейміз, иә. Бүгін бізде қонақта болған Logoland Қазалы аудандағы логопед орталығы. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.